2 сынып қазақ тілі 89 сабақ. Зат есім сөздерге сұрақ қою арқылы зат есімдерді анықтаймын. 19 жаттығу мәтінді тыңда. Тұсау кесу рәсімі басталып кетті. Адамдар екі жаққа бөлініп тұрып, ортадан орын қалдырылды. Екі әже Біржанды қолтығынан демеп, төр жаққа апарды. Тағы бір әже дайын тұрған ала жіппен Біржанның аяғын тұсады. Берік еңкейіп барып, «Жүйрік бол» деп тұсауын кесті. Осы сәтте үлкендер «Бәрекелді, Берік ағаң сияқты білімді азамат бол» деп тілек білдірді. Серік Нұғман. Өзіңнің тұсауыңды кім кескенін үлкендерден сұрап біліп ал. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Кімдер адамдар, не орын, кім әже, кімдер үлкендер, кім Берік, не тілек. 20 жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Тұсау кесу. Бала тәй-тәй басқанда жасалатын дәстүр. Баланың тұсауын ала жіппен кеседі. Зат есімдерді тауып, түбір мен қосымшасын ажырат. Тұсау, бала, дәстүр деген сөздің барлығы түбір. Баланың тұсауын жіппен. 21 жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Тұсау кесер. Көріп аяқ басуын, тұсау кесер шашуын. Ақ әжелер шашты кеп, әнмен күйге басты кеп. Әли Ысқабай. Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Өлеңдегі тұсау кесер сөзінен бірнеше сөз жасап көр. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қарап ал. Кімдер, әжелер, не, аяқ, тұсау кесер, шашуын, ән, күйге. Тұсау кесер, тұс, ау, кес, ер, тұсау, сау, ар, ұста, секер, ас. 22 жаттығу. Көркем жаз. Әжем жүн түтті, жүннен жіп ерді, сол жіптен қолғап тоқыды. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, қай сөз табы екенін анықта. Не, жүн, жіп, қолғап. Бұл жерде балалар бізде зат есім, яғни кім не сұрағына жауап береді.